кезеңге сай осы әскери бөлімдер ашылып жатыр. Сол бөлімдерге келіп, және де сол бөлімдер жайлы осы жерде бүгін дөңгелек стол өткізіп жатырмыз. Және де әскери патриоттық тәрбие дейміз, армияның тартымдылығын күшейту. Сол жағынан бүгін біз осы Алматыда гарнизонда осындай бір үлкен дөңгелек стол өткізіп жатырмыз. Сенат, мәжіліс депутаттарының пікірін білдік, зиялы қауымның пікірін білдік, қандай шаралар қолдану керек және де біздің осы жасалынып жатқан іс-шаралардың көбісін көрсеттік. Бүткіл қарулы күштеріне осындай бөлімшелер ашу жаңа замандағы біздің қарулы күштердің алдында тұрған тапсырма деп санаймыз. Осы колледждің атқарып жатқан ісі өте жоғары деп ойлаймын. Себебі бұл жерде тек қана спорт емес, бұл жерде әрбір салада қазақ тілі, тарих, математика, барлық сала бойынша қамтылған. Соған байланысты біздің жастарымызға мына армияның жаңа форматтағы бейнесі, сонымен қатар біздің әскерилерге патриоттық тәрбие беруде қандай бағытта жұмыс жасауымыз керек. Шетелдік тәжірибелерді қарастырылып жатыр, өзіміздің отандық тәжірибелерді қарастырып жатыр. Соған келгенде мына патриоттық тәрбиеге беруде көптеген шаруалар атқарылған. Әскерилер біздің тыныштығымызды, бейбіт заманымызды, тәуелсіздігімізді қорғау керек. Олар мемлекет алдында сондай ант берді, антына берік болу керек. Ведь армия же у нас как не детский сад и не сервисная структура. Это государственный институт, основанный на уставе и субординации. Если мы сами не будем, мамы, не будем уважать форму, погоны, да, то сложно будет требовать это от общества.